Сәлем баршаларыңызға, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Жағдайларыңыз қалай, құрметті көрермендер? Бүгін сіздерге мен осы керемет видеоны арнағым келіп жатыр. Бұл Америка визасына тапсырғаннан кейін интервьюға жазылып, қажетті документтерді қолымызға алғаннан кейін интервьюға қалай барамыз? Интервьюда қандай сұрақтар қойылады және оған қалай жауап береміз? Жалпылама виза алудың ең соңғы сатысы интервью ақш офицеріменен ол қалай болады? Сол жөнінде осы видеода өзімнің бар білетінімді, ақпараттарымды сіздермен бөліскім келіп жатыр. Америка визасын алу кезінде біз айттық, ол 3 этаптан тұрады. Ең бірінші этап қажетті документтер жинау, қандай визаға тапсырамыз, яғни Америкаға бару мақсатымызды анықтау. Америкаға бару мақсатымызды анықтағаннан кейін ол сіздер студенттік виза болуы мүмкін, немесе ол сіздерде туристический, гостевой виза деген қандай виза болмағаннан кейін келесі біз екінші этапта отанменен байланысымызды дәлелдейміз. Соған сәйкес DS-160 анкетасын толтырамыз, сөйтіп консулдарға өткіземіз. Үшінші этап бізде әрине ең соңғы этап, бағана айтылған, бұл ақш консулымен интервью. Қандай визаға тапсырмасақ та, ол иммиграционный. Егер біз ақшқа грин карта лотереясын ұтып алатын болсақ та, біз міндетті түрде ақштың офицеріменен, консульский офицеріменен интервью өтеміз. Көпшілік адамдарда сұрақ туындап жатады, қорқып жатады. Интервью деген не нәрсе, ол ақштың интервьюдан қалай өтеміз? Көп адамдар өте алмай қалып жатады екен, виза берілмей қалады екен деп, одан қалай өтуге болады, қандай сұрақтар қойылады деген секілді. Сол себепті осы видеода жалпылама сіздерге ақпарат бере өтейін. Интервью дегеніміз не ол, одан қалай өтуіміз керек, қандай сұрақтар қойылады, жалпылама бүкіл процесс қалай болады. Қазақстанда ақш консулымен интервью ол екі қалада болады, Астана және Алматы қаласында. Сіздер консулдыққа интервьюға жазылдыңыздар, анкеталарыңызды өткіздіңіздер және қолдарыңызға қажетті құжаттарды алдыңыздар. Паспорттарыңызды, DS анкеталарыңызды және де қосымша басқа да құжаттарыңызды. Қандай визаға тапсырып жатсыздар, соған байланысты. Барлық құжаттарымызды қолымызға алғаннан кейін, интервьюдің уақыты келгеннен кейін, осы Астана немесе Алматы қаласында орналасқан адрестерге көрсетілген уақытта кешікпей, сағат 7-де дейтін болса 7-де, 8-де дейтін болса 8-де, мүмкіндігінше бұл екі үлкен қалаларда кептелістер, пробкалар болғаннан кейін алдын ала 10-15 минут, жарты сағат алдын ерте баруға болады. Сол интервью көрсетілген уақытқа біз қажетті киімімізді киіп, қажетті құжаттарымызды алып, көрсетілген адреске келеміз. Америка құрама штаттарының біздің Астана қаласында елшілігі бар, ал Алматы қаласында консулдығы бар. Көпшілік адамдар сұрап жатады, интервьюға қай қалаға жазылған дұрыс, Астанаға ма немесе Алматыға деп. Біздің өзіміздің жеке тәжірибемізге сәйкес, виза алып жатқан адамдардың статистикасына сәйкес, екі қалада да бірдей виза алады. Мына қалаға барсам көбірек виза беріледі деген зат ол шындыққа сәйкес келмейді. Сол себепті қорықпай өздеріңізге қай қала жақындау, сол қалаға интервьюға жазылып барған дұрыс. ақш-тың консулдығына немесе елшілігіне азанда құжаттарыңызды алып келгеннен кейін сіздерді ең бірінші кезекте сыртта живой очередь болады, сол бойынша елшілікке ішке қарай кіргізеді. Елшілікке кіретін кезде сіздердің электронды құралғыларыңыз, басқа да тыйым салынған заттардың барлығын күзетшілер олар алады өздерімен бірге, яғни консулдықтан шығар кезде қайтып береді. Ал қалған басқа да құжаттар, ол сіздердің документтеріңіз, папкаларыңыз, немесе басқа сумкаларыңыз, олардың барлығын консулдыққа бірге алып кіруге болады. Елшілікке немесе консулдыққа ішке кірдіңіздер, кіргеннен кейін сіздерге қолдарыңызға талончик беріледі. Сол талончикке сәйкес өздеріңіздің очередь болады. Сіздер кіретін консулдық немесе елшілікте 3 окошко болады. 3 окошко, терезе, немесе ол арасында біреусі кабинет болуы мүмкін. Әлгі айтқан окошкаларға, яғни терезелерге сіздерді біртіндеп шақырады. Ең бірінші бізде бірінші терезеге шақырады. Бірінші терезеде біз өзіміздің паспортымызды,
қажетті жинаған құжаттарымыздың барлығын сонда өткіземіз. Бірінші окошкаға құжаттарымызды өткізгеннен кейін орнымызға отырамыз. Одан кейін бізді екінші окошкаға шақырады. Екінші баратын окошкамызда біз өзіміздің қолтаңба іздерімізді, бес саусағымыздан аппарат болады, сол аппаратқа салып қолтаңба іздерімізді өткіземіз. Екінші окошкаға қолтаңба іздерін өткізгеннен кейін біз қайтып келіп общий залға орнымызға отырамыз. Сөйтіп бірер уақыттан кейін 10-15 минуттың аралығында бізді үшінші окошкаға шақырады. Бағанағы айтылған ақш консулменен интервью непосредственно осы үшінші окошкада болады. Үшінші окошкада Американың офицері, яғни Қазақстанда елшілікте жұмыс жасайтын офицерлер, солар сізбенен осы интервьюді өткізеді. ақш консулымен интервьюдің кезегі келген уақытта, сіз алдына келгенде, ол сіздердің яғни DS-160 анкеталарыңызды компьютерінен ашады, соны оқиды, қарайды. Сөйтіп шамамен 30 секунд немесе 1 минут өткеннен кейін сізге сұрақтар қоя бастайды. ақш консулының офицерімен қойылатын сұрақтардың түрлері олар көп болуы мүмкін, ал жалпылама 90%, 95% жағдайда қойылатын сұрақтардың саны 3, 4 немесе 5 болуы мүмкін. Олар келесідей сұрақтар: Америкаға қандай мақсатпенен бара жатсыз? Америкаға қашан ұшып барасыз? Америкадан Қазақстанға қашан ұшып келесіз? Қазақстанда қандай жерде жұмыс жасайсыз? Жалақыңыз қанша? Отбасылығыңыз бар ма? Отбасыңызда қанша адам? Әйеліңіз немесе күйеуіңіз немесе бала шағаңыз бар ма? Деген секілді сұрақтар. Қарап отқандай сұрақтардың барлығы қиын еш нәрсесі жоқ. Ол бізге бір ЕНТ немесе бір емтихан тапсыру емес. ақш консулымен интервью, яғни ол сізге виза бергісі келеді немесе белгісі келмейтіндігін шешу үшін шақырады. Сол себепті ақш офицерімен интервью барысында қорқудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Ең басты мәселе бұл жерде толтырылған DS-160 анкетасын толығымен жаттап алу керек. Сұрақтарды бар болатын болса да, ол сол DS-160 анкетасын ішінен қойылады. Қосымша, егер де сіздерге офицерлер сұрақ қойылатын болса, мысалы жұмыс орындарыңыз жайлы, ол компанияда немесе сол жұмыс орныңызда қанша адам жұмыс жасайды деген секілді, немесе отбасы мүшелеріңізге қатысты, әйеліңіз, жұбайыңыз немесе күйеуіңіз бір жерде жұмыс істейтін болса, ол қай жерде жұмыс жасайды деп сұрауы мүмкін. Сол себепті бұл сұрақтардың барлығына ең басты сабырменен, қорықпай, еш нәрседен просто жауап бере береміз. 90% жағдайларда сіздің виза алатындығыңыз немесе алмайтындығыңыз ол DS-160 анкетасын қалай толтырылғандығыңызға байланысты. Сол себепті интервьюге бару барысында, сұрақтарға жауап беру барысында ешқандай қобалжудың немесе бір артық нәрселерді айтуға тырысудың ондай нәрсенің қажеттілігі жоқ. Тек қана қойылған сұрақтарға қысқаша жауап береміз. Сөйтіп келесі консулдың қоятын сұрақтарын біз күтеміз. Осы орайда Америкаға барғысы келетін жұмысқа немесе оқуға болсын, басқа да себептермен барғысы келетін адамдардың арасында сұрақ туындайды: ақштың офицерімен интервью қандай тілде өтеді? Мен орыс тілін немесе ағылшын тілін жетік білмейтін едім, қазақ тілінде өтсем болады ма деген секілді. Бұл орайда да қорқатын еш нәрсесі жоқ. Сіздер заң бойынша өздеріңіз қандай тілде білесіздер, сол тілде ақштың офицеріменен интервьюді өткізуге болады. Өкінішке орай Қазақстандағы консулдық офицерлері интервьюді жақсы жүргізу үшін қазақ тілін жетік тілде білмейді. Сол себепті олар орыс тілінде жүргізгенді ыңғайлырақ қойылады, және де сізге де сұрақ қою мүмкін: орыс тілінде интервью жүргізуге қалай қарайсыз, орыс тілін жетік білесіздер ме деп. Егер жетік біліп интервьюді орыс тілінде жүргізе алатын болсаңыздар, онда иә, жүргізе аламын деп интервьюді орыс тілінде жүргізсеңіздер болады сұрақтарға жауап беруге. Егер ағылшын тілін білетін болсаңыздар, әрине ағылшын тілінде өтуге болады. Егер бұл екі тілді де білмейтін болсаңыздар, тек қана қазақ тілінде өткізгілеріңіз келетін болса, консулдық офицерге осы жөнінде айту керек болады. Консулдық офицерлер сіздерге сол консульствода жұмыс жасайтын, қазақ тілінде сөйлейтін аудармашыны алып келеді. Екі қалада да олар қыз балдар болады. Сол қыз балдар сіздерге аударып беріп отырады консулға. Яғни консул сізге ағылшын немесе орыс тілінде қояды. Аудармашы сіздерге қазақ тіліне аударып береді. Сіз қазақ тілінде айтасыз. Аудармашы консулға оны
ағылшын немесе орыс тілінде айтып береді. Осы орайда кейбір бауырларымыз орыс тілінде орташа деңгейде сөйлеуі мүмкін, ал ағылшын тілінде сөйлемеуі мүмкін. Сол себепті орыс тілінде интервьюді өткізгісі келетін болса, онда заранее скрипт жазуға болады. Скрипт деген сол консулдың қойылатын сұрақтары және қалай жауап беретіндігі. Соған алдын ала жауаптарын жазып, ол жауаптардың барлығын жаттап, сөйтіп консулдың алдына келген уақытта сол жаттанды сөзбенен барлығын айтып беруге болады. Сонымен қатар DS анкетасында жаттауға қиын терминдер болуы мүмкін. Ол мысалы сіздердің Америкада қандай қалаларға баратындықтарыңызды, қалалардың атаулары, отельдің атауы, немесе отельдің адресі деген секілді, немесе ұшатын рейстарыңыздың. Осы орайда сіздерге оларды айту қиын болатын болса, сол информациялардың барлығын параққа жазып алуға болады және де консулға көрсетуге болады. Немесе айта алмайтын болсаңыздар, консулға дәл солай. Мысалы айтайық, сіздерден сұрақ қойды: Америка құрама штаттарында Нью-Йоркқа баратын болсаңыз, сіздер қай отельде түнейсіздер, қай отельде боласыздар бір апта бойы деп. Сол кезде сіздер отельдің атауын парақпенен көрсетсеңіздер болады. Міне біз осындай Times Square Hotel немесе Downtown Hotel'ды осындай атауында біз боламыз. Мына жерде атауы жазылған деп құжаттарыңызды көрсетсеңіздер де болады. Интервьюдің уақытына келетін болсақ, небәрі 2 минут, 3 минут, ең көп жағдайда ол 5 минут болуы мүмкін, одан ұзақ болмайды. Консулдар 3,5 минуттың ішінде бір аппликантты қабылдайды. Және де интервью біткеннен кейін сол жерде сіздерге виза берілді немесе берілмегендігі жөнінде айтады. ақш консулы сіздерге виза беру туралы шешім қабылдағаннан кейін сіздердің паспорттарыңызды алып қалады, сіздерге ваша виза одобрена деп айтады. Сөйтіп сіздер қоштасып, талончиктеріңізді алып, үйлеріңізге қайта берсеңіздер болады. Ал виза паспортпен бірге бір аптаның ішінде почтаменен үйлеріңізге, адрестеріңізге келеді. Міне достар, ақш консулы туралы осындай кішігірім видео арнадым. Егер де қызық болатын болса, қосымша ақпараттарды білгілеріңіз келетін болса, қалай Американ визасын алуға болады, қалай Америкаға барып ай сайын бірінші жылы $5,000 бастап, екінші жылдан бастап ай сайын $15,000 бастап таза табыс табуға болады, осы каналда айтамын. Сондықтан каналға жазыла өтіңіздер, колокольчикті басып қойыңыздар. Біз жиі тікелей эфир өткіземіз. Сол тікелей эфир барысында жаңадан келген подписчиктердің сұрақтарына жауап береміз. Өздеріңіздің Америкаға баруға қатысты, жұмысқа қатысты сұрақтарыңыз бар болатын болса, видеоның астында комментарийға жаза өтіңіздер. Біз оларды оқимыз және сіздерге жауап береміз. Егер де сіздерге Американ визасын рәсімдеу және де Америкаға келгенде аэропорттан күтіп алу, пәтерге орналастыру және де осы айтылған жоғары жалақылы жұмыстарды тауып беру, сонымен қатар жұмыс істеуге рұқсат қағаздарын жасау деген секілді қызметтер қажет болатын болса, осы видеоның описаниясында менің американский номерім көрсетілген WhatsApp, сонда хабарлассаңыздар болады. Консультация беріліп, сіздерге барлық қызметтерді көрсетеміз. Сіздермен болған мен, Сайлау Абди, сау болыңыздар.